Ешкілердің ең необычный ешкі камерунский ешкісі. Необычный, көрменің 1 литр сүт береді. Мына камерун ешкісі. Қазір бір ары кетсе, бір 20 сантиметрге жетер, жетпес камерунский породалы ешкі. Камерунский, порода? Да, камерунский. Қанша береді? 1 литр. 2 литрге дейін береді, жақсы бар. Камерун породалы ешкісі. Камерунский. Камерунский ешкісі. Ешкілермен бірге сайысып тұр. Керемет ешкілер. Мұны кәдімгі желіндері, камерун ешкісі. Мұнау камерунский ешкісі. Егесі мұны Әділбек бауырымыз. Мұны камерун ешкісі. Карликой ешкі. Қазір мұны саулайын деп жатыр. Бойының биіктігі 20 сантиметр ма бойы? 25 сантиметр. Бойының биіктігі 25 сантиметр. Әне саулы өте ыңғайлы. Үрпілері кең, майлы сүт екен, әрі өте дәмді болады сүті. Қазір майлылығын мұны көрсеңіздер, мұны өте қою. Өте майлы сүт. Мұны желін үрпі тестер өте кең. Камерунский 1 жасар шыбыш. Мынандай шығады деп отыр ма? Көріңіздер. Екі қолмен сауыттық камерунский деп айтады. Камерунский ешкісі. Осына сука масалға алып жүре ма, чай пиццаға? Аукцион болады. Мына керемет. Сука масалықта. Мынау камерун ешкісінің қазір өлшенуде неше болды? 578 грамм. 578 грамм камерун ешкісі. Енді майлылыққа беріңіз. Құрметті канал көрермендері, баршаңызға қазір мен осыны прямой көрсететін боламын, майлылығында сразу айтатын боламын. Да, YouTube канал. Мынау сіздерден өтініш, камерундікін бірден айтып бере аласыз ба, өтініш? Үшті қалды. Камерунская ба? Иә, қазірді осы жерден өлшеген кезде. Осылай біздің эксперттер жәндегі Өзбекстан Республикасынан, Қырғызстаннан келген эксперттарымыз осылай барлығы әділ түрде жазуда. Осылай арнайы құрылғылармен өлшенуде. Стаканчика кліп бермейсің? Кліп бердік қой. Әлі сізге дейін екеуі бар. Қазір камерундікін майлылығын арнайы айтатын боламыз. Міне камерунский. Вот, сейчас. Камерунский ма қазір? Давай сначала камерунский. Міне камерунский жасаң, видеоға түсіріп отырмыз. Берем просто это все. Камерунский ешке. Камерунская. И сегодня фаворит нашего фестиваля международного козоводов. Камерунская коза в размере 23 килограмм. Первая фотка. Смотрим, какая же. Ростом 24 сантиметра. 24,5 сантиметра на каблуках. Без каблуков 22,5. Все, вот, комментатор этот нелер ғой. Өзбекстан, Қырғызстан. Өзбекстан, Қырғызстан отыр, қонақтар отыр. Ташкент отыр, Ташкент. Өзбекстан. YouTube канал. Қазақ елінен деген сый-сияпаттарымыз бар еді. Светлана Новопашина, Алексей Моложанин. Огонь. Рекорд.
Приз мне, приз давайте теперь. Рекорд. 0,670. Өзбекстаннан bir представитель. 0,670. Вот. Bir представитель. Исмаил Исмаилович. 0,874. Самое вкусное молоко у меня. Анвар Рустемов ағамыз. Нұркен. Су жоқ. Исмаил Исмаилович. Офигеть, 6,7 Нұркен камерунская. Төлендиев. Комментарий. По итогам камерунская коза, жирность 0,670, сом 0,84, плотность 27,39, воды 0. Самое плотное молоко на сегодняшний день на этой выставке. Адильбек, Алмата. Адылбек, Алмата. Привет. Самое